жатыр ыстық қаным. Таныс дауысы, бірақ естімегендеріңізге, яки көрмегендеріңізге біраз уақыт болып қалған шығар. Есесіне, бүгін Астарлы Ақиқаттың студиясында тұңғыш рет қарсы алыңыздар Ерболат Құдайбергенов. Анасы сәлемім деп менің бірім сүйінбай сөйлемеймін сүйінбай хан тәңірі жаратқан мен қазақпын бүгін менде тамаша берекелі той ауылдың жасылар жинапты ғой аққара киінген ағаларым бармысың қызыл көк киінген қыздарың бармысың ниет тілек құтты болсын айтам сіздермен бірге күліп ойнап қайтам сахнаның төріне жасалып көрініп менің аттым соғысын Ерболат жігіттерге патриот қыздарға мармелад ұлы жүздің ұрпағымын жер жаратты жетісудан аттелетіп келдім мен алатаудың төрінен үйде назар аудар ей мұнда таза қазақи бері жақында бұл да таза қазақи десең Ерболат ақын таза қазақи таза қазақи сәлемін балсын ел қалап тұрса қалап ерге бақ ұлпарым менің жел қанат Ерболат, өнері алтын орда бақ өнері алтын орда бақ алысқа самға ән қанат Ерболат Ерболат Құдайберген бүгін студиямызда. Хош келіпсің. Рахмет қыздар. Төрлет. Көрмендерге түсінікті болу үшін атап өтейін. Қазір ғана Ерболат біздің бағдарламамызды кіріспе деген әнімен бастап, өзі туралы біраз ақпарат беріп, менің жұмысымды жеңілдетіп берді. Сондықтан көптен көп рахмет. Сізге де рахмет. Ерболат, жалпы өзіңе есімің қатты ұнайды ма? Ерболат деген есім былай қарадым, жалпы өте сирек кездесетін есімдердің бірі екен. Мысалға далада кетіп бара жатсаң, Айдос, Айжан деген магазиндер, мен өзім кішкентай кезде, неге Ерболат деген магазин болмайды деп өзім ойлайтын. Содан бері мен Ерболат деген есім өзіме қатты ұнайды. Кіріспе деген әніңде Ерболат деген есімнің қанша рет айтылғанын білесің бе? Оны санамаппын, бірақ бір 40-қа жуық бара осы менің ойымша. Бірге бүгін санасақ. Болады, әрине. Ондай болса экранға назар аударайық. Екі, үш, төрт, бес. Сегіз рет. 9, 10. Өте көп болып кетті менің ойымша. Бірақ сен қателестің, 40 емес. 40 емес пе екен? 20 болыпты. Тура 20 рет. Шын айтқан кезде есімің жиі айтылсын, әр уақытта халықтың уысында болсын, және есімің биіктен көріне берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды саған арнап отырмыз. Бұл қошеметтеріңіз. Ал біздің бағдарламамыздың кіріспесі болсын деп, мен блиц сұрақтар қояйын. Ол өте оңай. Я немесе жоқ деп жауап беруіне болады. Жарайды, келістік қоя. Ерболат Қарағандыда туылған. Әрине. Үйдегі 4 баланың екіншісі. Ең бірінші әнін қарындасы Салтанатқа арнады. Қазір 500-ге тарта әні бар. Бар. Халыққа 2 әні кең тарады. Әрине. Мен қазақпын ба жігіттер ме? Әлемге жігіттер тараған. Мен қазақпын, енді өзіміз тыңдаймыз жалпы. Ереке ме, Ероха ма? Енді орысша альбом айтқанда Ероха дейді, ал қазақша Ереке, Ерболат. Ереке. Ұлдар машинкалармен ойнаса, Ерболат Ямахада ойнайды. Мен сөйтіп өскенмін. Бірақ оның мектепте сабаққа деген ынтасы онша жақсы болмапты. Жоқ, ол өтірік, мен қуып жетіп алатын, мен жаңағын программаны қуып әйтеуір бір нәрсе. Есесіне өте күшті сурет салған.
Ол бар енді. Тіпті арнайы оқуға барған. Иә, бар ондай. Майкл Джексонның «Лунная походкасы» ол үшін оп-оңай. Иә, кішкентай кезімнен нетіп өскен. Әлі де? Әлі де бар аха. Қазір тексеріп көрейік, осыны ұмытпайық, жалғастырамыз. Скриптонит баста Джах Халиптердің ұстазы. Енді ұстазы деген өтірік шығар, енді жалпы жақсы жігіттер осы біздің қатардағы рэперлар бар. Ерболат кезінде шашын өсіріп, тіпті сары түске бояғанда. Иә, енді ол сондай уақыт болды. Кезінде Тәңірберген Бердоңғаровқа депутаттық сауал жазуға көмектескен. Бар ондай аха. Жақсы. Америкаға виза аштырмақ. Ашылған. Ерболат қазақ этно-рэпінің негізін қалаушының бірі. Деп есептесе болайын. Рахмет, менің сауалдарым осымен тамам. Тек қана бір сұрақты тексереміз деп көрермендерге уәде берген едік, ендеше сол «Лунная походка». Әлі де жасауға екеуміз келелі. Иә, Майкл Джексонды билейтінбіз. Бұлай, сосын барып, «Лунный походкасы» бар. Кішкентай кезімде мен сол Джексонды бір тұтып өстім десем болады. Керемет. Осы видеоны көрген бір, ол кезде жасың 5-те ме, 6-да ма, қаншама жыл өтсе де, биге деген екемің зор, «Лунная походканы» ұмытпағансың. Мұның сыры неде? Енді мен негізі өз кішкентай кезімнен әртістердің арасында өстім, әке-шешем де әртіс болғаннан кейін, мен ойлаймын, осы 62 тамырым, 12 мүшем бәрі әртіс болғаннан кейін, соның себебі шығарды. Құрметті сарапшыларымыз, сіздер екі ауыз сөзге сыйдырып, Ерболат кім деген сауалға жауап бере аласыздар ма? Ал Салтанат өзіңнен бастайық. Мен үшін менің ағам, білмеймін, менің үлгі тұтар адам. Өнер тұтатын адам. Рахмет. Бойы өнерге тұнған тұлға. Өнерге тұнған тұлға. Рахмет. Еркін? Дисциплина және өзінің ісінің маманы. Өз ісінің маманы. Рахмет. Нағыз әртіс. Нағыз әртіс. Мен айтар едім, қазір ғана айтты ғой. Этно рэпердің королі десем болады. Вау, этно-рэптің королі. Класс. Қазақ репіне жаңа үрдіс әкелуші. Жаңа үрдіс әкелуші. Мінекей 6 тіркес айтылды. Шын айтқан кезде қазір көрермендер де өз тіркестерін жазып жатқан болар біздің Инстаграм желісімізге, YouTube желісіне және айтып та жатқан болар. Бірақ осы айтылған 6 тіркестің ішінде қайсы саған ұнады? Этно-рэпті жаңғыртты дегенге мен өте келсем. Өйткені бізде ұлттық аспаптарды үйтіп хип-хоп субкультураға енгізіп ойнаған ешкім болмаған Қазақстанда. Соны мен осыны өмірге алып кеп жарытқаннан кейін осыны байқап, осы Қарагөз апайымыз соны нақ айтып тұр екен, негізі өте. Дөп басып айттыңыз. Қазақ этно-рэпінің королі деп. Қазір ғана блиц сұрағымызда Ерболат 500-ден астам әннің бар екендігін мойындады. Сіздерге ең жақыны, ең сүйікті әндеріңіз қайсысы Ерболаттың орындауындағы? Бір-бірлеріңізді қайталауға болмайды. Шындығы 500 әннің барлығын білем. Бірінші демо кезінен бастап шыққанын бірінші ағамнан естейм. Өте соған қуаныштымын. Саған менің ойымша Салтанат деген әнін айтын шығар. Маған негізінде барлығы әнін ұнайды, ал ерекше өзім қатты ұнататын ол Ерке қыз бен Кәусәрім. Айта аласыз ба кішкене шумағын? Мысалы, Ерке қыз бар, ол өте өзі ерекше жасалынған өлең, қазақтарға өте жақын. Жаңа бізде еркелеткен жақсы көреміз ғой. Жаным менің, деген, уа деген бар. Тәтті ерінің деген сондай сөздер бар да. Мен саған ғашық едім білесің бе? Түсінде, осы өлеңді айтып отырсың сен. Егер сіздер білетін болсаңыздар қосылып отырыңыздар, ал қара. Менің атым сорасаң Ерболат, жігіттерге патриот, қыздарға мармелад. Ұлы жүздің ұрпағымын, жер жанаты жетісудан аттерлетіп келдім мен. Еркін, сен енді немі жанында жүресің, бірақ әндетпейсің ғой. Бүгін әндетуге саған мүмкіндік беріп тұрмын. Сыр бойдақ белін буған, қырындап қыздар қуған, үйлену ерте ғой, жүрегім тулап жас деп тұрған. Әй бәрекелді. Қосыста жұп болсын деп айтқым келіп тұрды. Жарайды.
барлық ән ұнады, бірақ ерекшесі жаңағы у жаным қайнап жатыр ыстық қаным деген әнді өз басым күнде тыңдаймын. Мінекей, Анараға жан ұнайды, маған да ұнайды. Жан рахмет саған. Ал кеттік ары қарай. Мен қазақпын деп жігіттер айтылып жатыр, оны бәріміз тойда да, как гимн сияқты айтылып жатыр. Бірақ дегенмен біздің құлағымызда ең бірінші айтқан ән салтанат құлағымда қалған. Дұрыс айтасыз, шапка дейді ғой бізде. Сол ән енді әрине ол салтанат болып қарады. Енді бүгін қарап, салтанаты қарап отырып, өзгеріп кеткен. Салтанат өзі, міне, қандай қарындасы үлкен, қазір енді актриса болып жатыр. Керемет жобаларда кездесіп жатыр. Рахмет Қаракөз, салтанат туралы кейінірек айтамыз. Бүгін біздің қонағымыз Ерболат. Сіздің уысыңыздағы көкейіңізде жүрегіңіз тебірентетін қай ән? Жалпы Ерболаттың енді ойын күлкіге айтып жатыр, ойын күлкіге арналған әндер көп, бірақ ең мен былай үлгі тұтатын жақсы ән ол мен қазақпын деп есептеймін. Себебі тәуелсіздіктен кейін бір-бірін әлі ымыраға келе алмай жатқан қазақтың жастарын бір-бірін ана әнді тыңдап, олар бір-бірін бауыр тұтты, бір-біріне жақындастырған ән ол мен қазақпын деп есептеймін. Жұбан ағамыздың поэзия әлемінен алып шығып, архивтен алып шығып, соны рэпке салып келіп жергенде қазақ шынымен оны түсінді. Айта аласың ба өзің? Бұл кім десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, көк байрақ руым бар, елім бар, жерім бар. Рахмет, класс. Мінекей, көрдің бе? Әрине қуаныштым. Жасырын емес, халықтың осындағы әндер, ол мен қазақпын. Мен жігіттер, шын айтқан кезде, сенің карьералық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, 2007-2012 жылдар бір өте үлкен қарқынды шарықтау кезең деп айтуға болады. Осы тұста сенің продюсерің Асқар Ұзабаев мырзамен тандемде жұмыс жасаған болатынсыздар. Кейін бірақ бірге жұмыс жасамайтын болдыңыздар. Мұның сыры неде? Мына проектті өзі біз 5 жыл отырғанбыз, сол соңғы жылдары біз енді ойымыз жарасқанменен сөзіміз жараспай кетті соңғы кезде. Өнер жұлдыздары бас қосқан кезде Асқарды жанынан көрмейміз. Неге? Енді оның жүретін орны, ол енді кинорежиссер ғой, ол сериалдар түсіреді. Бұл маған айтты, мен саған коммерциялық көзқараспен жұмыс істеймін. Қазір мінекей тағы да 2-3 проект алып жатырмын деп, сосын жаңағы көптеген бір мероприятияларға жаңағы Асқардың несі, филармониямен Асқардікі бар, әкешемдікі бар, қатты шағылса берді. Бірақ ол сенің продюсерің ғой. Сен бағынуға алған міндеттісің ғой. Сендерде келісім шарт бар, бірге жұмыс жасап жатырсыңдар. Сол келісім шарттың ыңғайы болмай қалды, себебі оған да ұнамады. Мен жаңағы филармонияда жиі жұмыс істейтінім, жаңағы әкешемен шығып кететінім. Соңғы түсірілген бейне баянды бермей қойды деген ондай да бар. Аха, біз енді соңғы уақыттарға дейін бейне баян түсіріп жүрдік. Енді ол жаңағы біз контрактыны шорт кесіп тастағаннан кейін ол клипті өз заң бойынша маған бермеуі де болады. Бірақ мен оған... Бірақ ол бар, Иә, білмейді екем, шыны керек. Мен оған бірнеше рет звондағам. Асқар, осылай болар іс болды, бояу сіңді. Бірақ сонда да сенде ана соңғы клиптер бар екен. Соның енді керек болса ақшасында төліп алып сөйтіп жаңағы. Менде негізі контракттан кейінде Асқарға да көптеген менің ұсыныстарым болған. Бірақ Асқар жалпы кесіп жауып тастады. Қатынас сөзді де, телефонда да қайтадан әлі сол сөзіміз жараспаған. Сөйлеспейсіздер? Енді сөйлеспегенде. Енді кездесіп жүздесіп атсақ, как жаңағы... Төбелестіңіздер ме сонда? Жоқ, әрине. Қайдағы төбелес? Енді сөйлеспесеңіздер деймін. Біз төбелескен жоқ, біз тоқетерін кесіп айтып. Мен түсінбеймін, соншама қандай керемет туындыларды бірге жасадыңыздар. Болашаққа жоспарларың көп болды, ал енді бірдей сөйлеспейсіздер. Енді мен мысалға өз сөйлескісі келмесе мен қандай қатысым? Мен енді өз сөйлескісі келмесе не істеймін? Мен кездесуден кішкене тартынама. Кім телефон шалмайды? Сен телефон шалмайсың ба? Мен жоқ, мен кейде бір өзімнің бір ойым болған кезде ешқандай нем жоқ, жаңағы Асқарға звондаймын. Тойға шақыру дегендей міне, дастархандас болу, үйге келе сал деп айту. Жоқ, ондайға ол мүлдем алмайды. Ал енді өзі ашылып, Ерболат жарайды, сенде де анандай қиын болды, менде де может мұндай болды, бірақ бір тағы да бір қызықты бір жасайық десе, мен әрқашан
Ашықпын әрине. Тағы да бір өзіңе аса ұнамайтын сұрақты қояйын. Иә. 2013-2017 жылдар, шын айтқан кезде сен үшін оңай болған жоқ. Өйткені бұқаралық ақпарат құралдарында сен туралы әртүрлі ақпараттар тарады. Оның біріншісі сені құқық қорғау органдары көлік жүргізу куәлігінен айырды деді. Сені ішімдікке салынып кетті деді. Тіпті мынау өзіңнің інің еркінмен жаға жыртысып қалды деді. Осының қайсысы шын, қайсысы өтірік? Енді бізде қоғам ел құлағы елу, ол әрине өршітіп айтады негізі. Ал енді жаңағы көлікке ұсталып қалған, оны мен мойындаймын. Ол енді әр адам ұсталады ғой. Ал енді жаңағы ішіп алды, 4 жылға сонда көлікті айдау құқығынан айырылды ма? шегіп алды, наркоман дегендердің бәрі ол жалған сөздер. Мен шыны керек алқаш болсам, наркоман болсам, мен осылай жүрер медім. Мен осындай әппақ киіп, осындай дәрежеде 500 ән жазар медім деп кейде ойлаймын. Сондықтан ал енді жаңағы эфирді жаңағы бір нәрсе жаңағы қанынан табылды деп атқандар, енді біз өнер адамыз ылғи гастрольде жүреміз. Мен деген көптеген препараттар принимать етемін, транквилизаторлар, енді кішкене падиум баттар ішеміз, жаңағы стимулирующий. Соның бір нәрсесін көріп өршітіп отқан болар, ал жалпы оларға да ренішім жоқ менің. Ол айтса айта берсін, ол да пиар шығар. Журналистер жұлдызды сөндіре алады да, көтере алады. Жоқ, мен осыған мен тосқауыл қойып жүрген жігітпін. Арнамызда шағын жарнамадан соң студияда таласқа түскен қазақ рэпінің негізін салушы кім деген тақырыпқа нүкте қоятын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ерболат, сұхбатымызды жалғастырайық. Бүгін этно-рэп туралы сөз болды. Мінекей, әріптестеріміз қазақ этно-рэпінің королі деген теңеуітте айтып жатыр. Бірақ осы тұста біраз осы бір теңеумен келіспейтін, немесе мен бірінші болдым дейтін әріптестерің бар екен. Олар туралы білесің бе? Енді бәрі бірінші болғысы келеді. Бәрі бірінші болғысы келеді. Бірақ менде мынандай кішкентай девизім бар. Бірінші болған жақсы, бірақ екінші де жаман емес. Сен қаншаншысың? Мен жалпы өзіме келгенде әрине бәрі сияқты бірінші болғым келеді. Өзін мен біріншімін деп санайтын әріптесіңнің бірі бүгін студиямызға келіп отыр. Бақай тобының негізін қалаушы Бек Шәріп мырзаны қарсы алайық. Бек. Сәлем. Беке, ассалам. Мен боламын. Қалай енді? Бекемді қырылыстырып отырам. Айтсаңыз ба? Негізі біз өз баяғыдан бұрыспыз. Сіздер бізді қырылыстырамыз деп ойласаңыз бар, ол дұрыс болмай қалды. Біз негізі баяғыдан Жоқ, біз қырылыстырмаймыз. Біз тек қана фактпен сөйлейміз. Мен YouTube Кім деген желісін... сұрақ болып тұр ғой. Иә. Ал шешіп алайық десең. Кімнен бастайық? Жоқ, мынандай ғой. Менен бастайық, бола ма? Иә, мен фактпен сөйлеу үшін. Тиіп кетті ма? Тиіп кетті ма? Мен мынаны айтпақшымын. Негізінде кеше YouTube желісін мұқият қарап отырдым. Сөйтіп 8 сәуір 2007 жылы кім кінәлі деген туынды жарыққа шыққан екен. Одан кейін қарап отырдым, бойжеткен қашан шыққан екен деп. Контракты бойынша ол да 2007 жыл деп жазылған, бірақ нақты күнін таппадым өкінішке қарай. Бірақ YouTube желісіне 2012 жылы жайғастырылған екен. Сонда кім бірінші? Жылдар бойынша болса, кім кінәлі? Ана 2003-те жарық көрді, 2004-те біз бейнебаянмен шықтық. Демек, Бек, мен біріншімін дейсің бе? Жоқ, мынандай ғой. Өздерінен сұрау керек қой, дұрыс. Оны енді мен біріншімін, Ерболат бірінші деген нәрсе, ол маған жаңа қатты тиіп кетті. Солай ғой. Онда мен айтайыншы. Иә, Ерболат. Бұл енді расында да мойындайтын жағдай. Бұл жігіттер эфирге хип-хоп субкультураны бірінші алып келді. Оны мен мойындаймын. Өйткені мен сіздерге айтайын. Ол уақытта бізде рэперлар көп болды. Қазақ тілінде, қазақ контентті эфирға шығарып, кім кінәлі деп мынандай медальон тағып шыққан жігіттер осы негізі.
Менің жаңағы бойжеткен шыққаным сіз айтып жатқаныңыз дұрыс. Ол 2000 сол 5-7 жылдары шыққан болатын. Оның басында ол деген 2003-те жай магнитофондарда тыңдалатын. Сосын барып жаңағы Асқар деген бар жігіт, жаңағы өзіміз айтып өткен, сол қызығып біз бірге сол әнге клип түсірдік. Ол клип бұл жігіттерден кейін болды. Мінекей, қара, Бек, Ерболат сенің кім кінәліні ең алғашқы болып жасағаның, этно-рэп культураға алғашқы қадам басқаның бүгін мойындап отыр. Ал сен Ерболаттың қай қасиетін, қай ерлігін мойындайсың? Бұл жігіттің бүкіл өнері маған ұнайды, өз басыма. Жалпы біз енді Европа жаққа кетіп қалғанбыз ғой, әуендерімізде кішкене. Бұл енді таза қазақи рэпта бұнғы, қазақи, сонда қазақтың еш шығып тұратышы бұл жігіттен. Сол жағын, жақсы көріп. Біздің сарапшыларымыз бүгін керемет бастама жасап жатыр. Әр қайсысы өзіне ең жақын жүрегін тебірентетін әннің 2 шумағын айтып беріп жатыр. Ал сен ше? Иә. Айтып көтті онда бәрі. Сен қайсысын атап өтер едің? Сүйгісі келе берер, сүйгелер, сүй жаным сүйкімді бір кейде бөлінемін, жүрегіміз жақыннан бірге соқсын. Көйлегімнің түймелерін. Керемет. Бәлкім алдағы уақытта бір тандеммен, бір дуэтпен, бір ән шығару бар ма? Жақсы. Оны қазір бізде фит дейді ғой, қазір бенефис, фит болып кетті, дуэтіміз фит болып кетті, выступлениеміз бенефис болып кетті. Сондықтан бізден фит күтесіздер, бұйырса болады. Класс. Өзіңе не айтасың рэп туралы? Сендер кімді пірттасыңдар осы жастар? Жалпы енді біз жас кезімізде, біз мектеп табалдырығында жүрген кезде шынымен бұл екі ағамыздың да біз өнерімен тәнті болып өстік. Тыңдадық, кім кінәлінде тыңдадық, мен қазақпын да тыңдадық. Дей тұрғанмен жалпы толыққанды қаншалықты рэпке жатқызуға болады осы нәрселерді. Мен толғандыратын нәрсе сол. Иә, кезінде тыңдадық, біз үшін кәдімгідей рух берді, бірақ қаншалықты ол нәрсе рэп, ойын күлкі қаншалықты рэп, және мысалы былай айтқанда рэп шындықты айтады, рэп болып жатқан актуалды мәселелерді қозғайды. Ал ағаларымыздың өнері қаншалықты актуалды мәселелерді қозғайды осы нәрселер бар. Өте керемет сұрақ қойылып отыр. Сонда, Ықылас, сенің айтуыңша Ерболаттың да Бектің де айтып отырған рэп емес? Жоқ, рэп қой, енді дей тұрғанмен қаншалықты 100% соның қасиетінде, соның несін. Аспаптарды қойып жүргенім бұл этно-рэп. Ал енді жаңағы бұл сіздің рэп емес деп атқаныңыз, мен деген жаңағы актуалды проблемаларды қозғамай, тек адамның көңіліне жақсы мотивация, тәрбие, тәлім беретін сөздермен беріп жатырмын, бірақ оның өзі де рэп, сонда да. Ал енді көбісі ойлайды, рэп, если рэп болса, ол деген жаңағы мынандай шалбар түсіп кету керек. Да, я курю, я крут, мараф, чё там? Ондайды біз өткенбіз кезінде. Ондайдың бәрін көріп тастадық. Ол крутизна емес. Мысалға, көптеген жастар ойлайды жаңағы, енді көбінесе мына тинейджер дейді бізде. Кішкентай балалар жаңағы, да, я ушел из дома, ана, осындай трагедия, наркоманский бүйтіп отырып алады өздерімен. Олай емес. Рэпте пропаганда жасау керек, жақсы сөздер айту керек. Тәрбие, тәлімге итеретін жақсы сөздер айтса, онда рэптің дәрежесі әлде қайда өседі. Сынға да асық, шыңға да асық. Ерболат Құдайберген бүгін Астарлы Ақиқаттың студиясында. Ендеше әңгімемізді жалғастырайық. Ерболат, өзің қолға алған жаңа жобаң, ол кей-поп жанрындағы Divine деп аталатын жоба. Жалпы топтың аяқ алысы қалай? Олар қазір міне бастама кезеңде. Балалар өте талантты, жүйрік, ішінде бір күшті рэпері бар, мен сияқты оқитын. Балалардың бейне баяны осы жақында шықты. Қанша болды топтың құрылғанына? Олар бізде, осы біздің өнер ордада жұмыс істеп жүргеніне мына 2-ші жыл кетті. Көрермендерге түсінікті болу үшін біз Divine тобының өнеріне куә болайық. Экранға қараңыздар. Себебін таба алмаймын, ойымда санамда дірілдері, түсініксіз бірлігім анық ол көрінбеді, байымдап түбінде не керегін. Енді кезек сарапшылар, өздеріңізде. Анар,
Қарагөз, не дейсіздер? Көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Мен өтірік айтпай ақ қояйын, қазір осындай жастар көбейді ғой. Мысалы, ана 91, мен енді ағылшынша жоқпын, қазақша сөйлеймін. Сондықтан кішкене ұқсас па деп отырмын. Бірақ енді мен қазір күткенім, жаңағыдай иісі бар қазақтың этносы. Қосылған ба деп ойлап едім. Сәл кішкене европезированный болып тұр негізі. Ол да керек шығар. Түсінікті, Анара? Енді мен 5-ақ секунд тыңдадым ғой енді. Сондықтан да ештеңе айта алмаймын. Өз басым кей-попты жақсы көремін, бірақ бір фанаты деп айта алмаймын өзімді. Бірақ көре жатармыз. Дивайн тобы туралы естімедің бұрын соңды, бүгін бірінші рет. Иә, бірінші рет. Бек, өзіңнен сұрайықшы, таяуда опмай деген әніңмен 91-те кей-попта бәрін сынап тастадыңдар ғой. Дивайн тобына не дейсің? Әріптесіңнің жұмысына қалай бағалайсың? Кесе сылайым ба? Жарайсың деймін, мен не деймін. Анара айтып жатыр ғой, бірінші рет көріп отырмын деп. Сол секілді мен де бірінші рет көріп отырмын. Мен кішкентай ғана секундта не айта аласың? Сондықтан жарайсың деймін, Ерболат. Рахмет. Жалпы осындай туындыларды, осындай жақсы жастарды көтеріп қолдап отқан батыр мен үшін. Біздің студиямызда Қарлығаш отыр, сарапшылар қатарында. Бұл сіздер дуэтпен ән айтасыздар. Әлде Қарлығаш жеке жоба ма? Бізде Қарлығаш негізі жоба болып жұмыс істейді. Бізде мінекей 5 жыл контрактымыздың 1 жылы өтті. Әндер жазылған, болашағы зор бұл қыз деген академиядан келген, әлсіз айтады ғой, әлсіз жаңағы әріптестер, музыканттардың қатарында емес, бетке ұстар қыздардың 1-2 дипломы бар. Ерболат продюсер ретінде қалай, қатал ба? Ең бірінші требовательный, өнерді өзі қалай жақсы көреді, солай жақсы көруге тырысады. Ендеше таяда ғана өзінің тұсауын кескен заманауи деп аталатын әнмен бүгінгі бағдарламамызды жалғастырсақ, мен студиямыздың ортасына Ерболат және Қара өзіңізді шақырамын. Қошеметтеріңіз! Танысқан соң майысылау иіліп сәлем беруші еді қарап тұрсам еркесің жеңіл сөзге түсілмес жарасып кетсе еркесің арада көрпе көсілмес не деп кеттің өзіңді тұрып күл кеттің қай ғасырдың сөздері жол секілді үлгеттің сай жүзіңде сен болмас теңеп көңілді ұмтылмашар көңсілің ойда мүмкін сенсің жолдас қойшы табиғатсыз жасап алған көркің сенің жетеді маникюр, кірпік, макияж қылысы сұлу етеді сүю құныңмен білсем смартфонда екені Мазерати алып берсе мәңгі ғашық етеді мені тастайы жарысуды бастайы бұл хит заманауи және мега хит заманауи екі жарты бір бетін арманға жетемек бәрібір ән қызық болды басы бірге қосылса бақытты боп кетемек бәрібір мына өлең мега хит заманауи бұл хит заманауи заманауи бұл хит заманауи заманауи бұл хит заманауи заманауи бұл хит заманауи Бұл хит заманауи. Астар бақиқатта. Қара және Ерболат. Дұғыл қошеметтеріңіз. Ең алдымен енді сарапшыларға кезек бермесек болмайтын сияқты мұндайды Ерболаттан ендедіңіздер. Не айтасыздар? Қалай бағалайсыздар? Ерболаттан көп нәрсе жақсы күтуге болады. Өйткені жасаған нәрсесінің бәрі мен өзім ойлаймын халықтың көңілінен шығып жатыр. Маған өте қатты ұнады, бірақ мен кімге айтарым Қарлығашқа тағы да ашылса керемет болар еді деп. Әрине бұйырса болар енді айтуыңызша. Осы бір шығармашылық дуэт сенің жарыңа ұнайды ма? Әрине.
Бұндай бізге керек. Ұнамай көрсін Қазір деп мына байқаватсыздар ғой, енді бізде жаңағы халық саны, жаңағы население, потребление, жаңағы бізде бұндай бизнеста проекттар аз, дуэттер. Мына біздің істеп отқанымыз бұл жерде айқын. Көбісі айтып жатыр, сендер мына Россиядағы Настя мен Потап сияқты істеп жатсыңдар деп. Мен айттым, жарайды, сөйтіп ойлағанның өзінде де қай жері кем? Бәріқарыңызға ұнады ма? Жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан соң студияға Ерболаттың аяулы жары мен балаларын шақыратын боламыз. Қошеметтеріңіз. Мінекей Ерболат Құдайбергеновтың әулеті бүгін біздің студиямызда. Ол да әкесінен дарыған қасиет. Иә. Әлде өзіңізде саласыз ба? Менде жоқ қасиет ешқандай. Қойыңыз. Сіздің қасиетіңіз мінекей осындай керемет ұлдарды алып келу дүниеге. Біздің көрермендеріміз түсінген болар. Шығармашылықтан жеке өмірге ойысатын кез келген сияқты. Сондықтан да мен сенің рұқсатыңмен студиямызға жарыңды, Гаухар және балаларыңды ду бол қошеметпен шақырсам деймін. Қошеметтеріңіз. Мінекей Ерболат Құдайбергеновтың әулеті бүгін біздің студиямызда. Үлкен ұлым Салауат, Күләш Бәсейтов атындағы дарынды балалар мектебінде фортепиано бөлімінде оқиды, 8 сыныпта. Кенжеміз атасы мен апасының баласы Әмір Болат, біздің бүкіл клиптерде түскен актер жігітіміз. Кенжем, қызым Анель, 131-ші Бауыржан Момышұлы атындағы мектебінде 7 сынып оқиды. Керемет. Бәрі бірақ өнер жолын қазір таңдап жатқан сияқты, солай ма? Ұлдарым. Ал Анель басқаша? Қызымыз бізде жаңағы сурет салады. Ол да негізі өнері ғой. Ол да әкесінен дарыған қасиет? Иә. Әлде өзіңізде саласыз ба? Менде жоқ қасиет ешқандай. Қойыңыз. Гаухардың қай қасиетіне ғашық болдыңыз? Гаухардың өзі жүрген бір қасиет мен үшін. Шын айтқан кезде өнер жұлдызының жары болу, ол оңай шаруа емес сияқты. Күнде гастроль, сапар, жұмыс, ән жазу, концерт деген кезде. Осының бәріне қалай төзіп келесіз? Салыстыра алмаймын, себебі басқа саладағы адамға күйге шығып көрген жоқпын. Сол өзіме Ерболат екеуміз үйленгелі 16 жасында үйлендім ғой мен Ерболатқа. 16 жасыңызда? Иә, 20 жыл болды, сол себептен үйреніп кеткен, мен солай болу керек шығар деп өзім. Ерболат, сіздің жасыңыз қаншада болды ол кезде? 17-те. 17-те. Мектепті бітіре сала? Жас кет. Алғашқы махаббатыңыз ба? Әрине. 20 жыл болады, бұйырса келесі жылы бізге. Ал продюсер болғаныңызға қанша уақыт болды? 10 жылдай болып қалды. 10 жыл шамасында, енді продюсер деп те атамас едім. Директор. Басында көмекшіден бастадым. Келе-келе өзім көтеріп директор жасап алдым. Билік қолыма тигеннен кейін. Гаухарды да 20 жасымнан танимын. Өте керемет адам. Нағыз, менің ойымша енді жалпы өнер адамның әйелі болу өте қиын негізінде. Мысалы, мен әке-шешем айтады, тек қана өнер адамына күйеуге шық, ертең түсінетіндей, бірақ семьяда бірақ адам өнерде болу керек. Гаухардың, мен ойлаймын, Гаухардың арқасында, міне осы жаңағы айтады ғой, Ерболат жұмыста шашап келген кезде үйдің жылуын ұстап отырған, мысалы, осында керемет балаларды дүниеге келген Гаухардың, мен осы әйелдік қасиетін қатты сыйлаймын негіз Гаухарды, өзімнің әпкем ретінде. Екеуміз жерлеспіз, тағы да енді жақын тартып жатырмын ғой. Адамға деген адамгершілігі, қарым-қатынасы енді 20 жасынан танығаннан кейін араласып келеміз, әлі күнге дейін өте керемет әйел. Ерболат үйде қалай, үй шаруасында өзіңізге мысалға асханада көмектеседі ме? Көмектеседі. Кейде бізде тамақ ішіп біткеннен жаңағы стол жинағанға таласады менімен. Мен оған айтам ғой. Жаңағы әйел адамның енді өзінің үй жинап, жаңағы неткені үшін өзі сауап алады дейді ғой.
Мен оған айтамын да, мен сауабыма жағаласпай бар жүгір. Өзім жинайын деймін да, мен ше. Анда-санда сауапқа таласатынымыз бар енді, рас. Кім деп айтады? Мен қазақпын деген сенің әкең бе деп сұрайды ма? Көбінесе бәрі сұрайды, сенің әкең әнші ме деп сұрайды. Жартысы сенбейді әкем әнші екеніне. Әрең телефонын, суреттерді көрсетіп барып дәлелдеймін. Әмірболат, сенен сұрасам болады ма? Ерболат ағамыз, сенің әкең өзі қатал ма? Да, қатал. Ұрсады ма? Ұрсады ма? Да. Вау. Неге ұрсады ол? Потому что мы делаем все неправильно и ұрсады. Бұзықтық жасап қойсаң ба? Да. Ал үйретеді ме? Мынандай болу керек. Жақсы балдар қандай болады деп айтады? Үйретеді. Расскажи, да. Ертегі оқып бере ме саған? Иә. Иә, қандай ертегі оқып береді? Бауырсақ. Бауырсақ? Ой, біздің бауырсағымыз ол өзінше рэпер болса керек. бауырсақ. Рахмет жаным. Анель, сен папаң туралы не айта аласың бізге? Біздің папамыз өте балаларына өте қатал болады, өйткені біз өскенде жақсы адамдар болып, андай жетістіктерге жеткізіп, өзіміздің мақсатымызға келу үшін бізге андай бәрін көрсетіп, үйретеді. Ал мынау сурет салуда саған көмектеседі ме? Иә, маған жұмыстарға көмектеседі, әсіресе адамдарды, өйткені ең қиындарды бірінші өресең, басқалар саған оңай болады. Сол үшін маған адамдарды бірге салған суреттерің бар ма? Иә, бар. Мәселен? Біз бір қыз салғанбыз, бір әйелді андай. Әйелдерді. Жаман емес. Несін пропорцияларсын, андай штрихтарды папа маған көрсетіп, қалай соны істеу керек деп бір әйел салғанбыз. Рахмет. Гаухар, ал ата-енеңізбен қалайсыз? Ата-енемізбен бізде жаңында келмен ене деген бізде не жоқ. Жаңағы өзі айтып өткендей 16 жасында үйленген себебі шығар. Мен ол кісілерге бір келін емес, тағы бір бала болып қосылдым да семьяларына. Жаңағы 3 балалар бар, оған 4-ші болып қосылдым, олар мені қоса тәрбиеледі. Студиямызға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртістерін Қанат және Айткүл Құдайбергеновтерді зор құрметпен шақырғым келіп отыр. Сәлеметсіздер ме? Қанат аға, қош келіпсіз. Апа, сәлеметсіздер. Көрінетіңіздер. Мына Гүл сізге, бізге Ерболаттай, еркіндей, салтанаттай ұл қыздарды тәрбиелеп, осындай шығармашылықтың куәсі болып жатқанымызға зор алғысымызды білдіреміз. Мен сіздерді ең алдымен таяуда ғана мерейлі отбасы деген байқауда бас жүлдені жеңіп алыпсыздар. Сол бір жүлдемен құттықтағым келеді. Қанат аға, Айткүл апа, біз бағдарламамыздың басында Ерболат деген есім туралы айтқан едік. Өзіңізге қатты ұнайды ма деп Ерболаттан да сұрадық. Бұл есімді берген кім жалпы? Бұл есімді мен өзім берген. Өйткені үлкен ұлды менің әке-шешем қойған, атын Ербол деп. Ол әке-шешем қолында тәрбиеленді, кейіннен ғана бізге ағам ініміз сияқты болып кеткен. Оның кейін болды нағашылары қойып өздері жаңағы бақты. Ал енді Айткүл екеуміздің өзіміздің мойнымызға мінгізіп, біреуін тістеп, біреуін қолтықтап, гастрольде жүріп өсірген, еңбегіміз сіңген осы Ерболат пен салтанатты өзіміз қойдық. Әнші болатын бала сөзіңізді бөлейін, бір жылауық болады дейді, сол рас па? Кішкентай кезінде. Енді ол жылауық болатынның бәрі әнші бола бермейді ғой. Енді ол жылаған баланың бір жағдайы дұрыс болмағаннан кейін жылайды ғой. Не қарны ашқанда жылайды, не ұйқысы қанбағанда жылайды, не жауырын жабысқанда жылайды. Ерболаттың ерекшеліктері біртіндеп мына туылғаннан кейін байқала бастады. Мына А дегенде жалпы мына қай санадан сұрасаңыз да айтады соны. Бала туылғанда көзіне қарасаң, содан таниды екенсің. Ол бала қалай болатыны, ол шустрый бала бола ма, ол бала сезімтал бала ма.
ол бала жуастығы, мінезі қалай болатын бірден ұғады екенсің да ақырындап. Әкесі командировкадан келеді, жаңа ол кезде гастроль өте көп біздерде. Ямахасын көтеріп алып келеді. Бұл кішкентай, сонда естен кіргенде Қанат жаңағы өзінше бір әртүрлі қимылдар жасайды. Сол қимылдарға бұл көңілін аударады, сонда ғана бұл бала рахаттанады да, сондықтан А деп көргенде біз балаларды көтере салып не қыламыз ғой? Жоқ, Қанат келеді де бірден жаңағы бұл баланы жаңағы бір қылық жасайды, ойын жасайды, сондай развлекательный енді. Демек Қанат аға мынау әлгі лунная походка дегенді өзіңіз үйреткенсіз ғой балаңызға? Сондықтан балалардың әрқайсының ерекшелігі сондай екен. Мен есімде бар, лунный походканы папам үйреткен. Ол кезде мүлдем кішкентаймын. Үйге бір кісіні алып келді, оны сіз өзіңіз қазір есімін білесіз. Иә. Кім болады есім? Бір алғашқы әлгі брейк. 80 жылдардан бері брейк қатты дамыды ғой. Сол кездері сол кісі үйге алып келді папам. Маған робот үйретті. Робот бейін, иә? Брейк дегенді мен сол кезде таныдым. Папам сол кісімен 1-2 сағатқа қалдырып кететін. Басында маған бір түрлі болатын. Содан кейін ақырындап жаңағы робот бар, газировка бар, шем, жаңағы суы бар, соның бәрін үйретіп ол кісі. Сосын папама экзамен тапсырғандай әйтеуір көрді. Папамдар әйтеуір әдемілеп киім тіктіртіп, сөйтіп гастрольде жүретін есімде. Ана Гүлдер ансамблінде жүрген кезде, Гүлдер ансамблінде жүрген кезде Ерболат сол кезде 3-4 жас шамасы. Айтып отырмыз ғой, қанжығамыз жастан. Содан жаңағы билеп неған бастығымыз көріп қалды да, Айтқұл екеумізге айтты, мына баланы киіндіріңдер деп. Содан жаңағы әлгі ол кезде джинсы костюм шалбары, ол кезде жаңадан неғып, соның басына шляпа, көзіне очки. Сол кезде Нағима, Сембек, эстрадада ән салатындар шыққан кезде бастығымыз марқұм Тияқаев жаңағы Кенжебекович, сол кісі марқұм Ерболатты ақырын сахнаға шығарып жүрді. Бізде де Ерболаттың мұрағатынан көптеген видеоларымыз бар. Қазір Ерболаттың қалай сахнада өскеннің бүгінгі күнге жеткенінің куәсі болайықшы. От. Өртеуім жүр. Осы кезде жылаған. Өмір асау дария. Адамның дарияға жіберілетіндегі мақсаты ағыспен ағу емес, жағаны табу дейді Мұхтар Әуезов. Құдайбергеновтер әулетінің Қырағұлының өткенін қозғап, бүгінгісіне баға беріп, болашаққа жоспарын білдік. Ерболат алдағы уақытта мұхиттың арғы жағын бағындырып жатса да, оның бойында қазақтың қаны бар. Қорқыт қобызының сарыны мен қоңыр қазақи үні бар. Жаны мен шығармашылығы қазақ деп соғатыны сөзсіз. Олай болса, бағдарламамызды Ерболаттың шоқтығы биік туындысы «Мен қазақпынмен» тәмамдасақ. Бүгін десең мен қазақпын, көкпарым бар, ел бар, жер бар. Мен қазақпын, мұңдарымен жүрегімде тастым тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрген. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың тақпарындай, жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таптарындай. Қашан қазақ атандым мен азамат, әлі күнге білмейсің ей адамзат. Адамзат есіміне береді бала жасын құлпытасты шұқыған кей азамат. Ару жолда малы терде бала белде, уайым түбі теңіз қойы бара берме. Жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі